Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы болашақ энергиясы. Сабақтың оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау. Еліктеу сөздерді ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдану. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мәтін алды жұмысы. Сұрақтарға жауап береміз. Энергияны табиғи жолмен өндіру дегенді қалай түсінесің? Балама, энергияның түрлерін білесің бе? Мұнай, көмір, газдан табиғи жолмен өндірілген балама энергияның қандай айырмашылығы бар? Оқушылар, бұл сұрақтарының жауабын келесі бейне материалдан көре аласыздар. Назарларыңызды бейне материалға аударыңыздар. Қазақстан бүгінде баламалы қуат көздерін дамытуға ден қойған. Еліміздің әр аймағында географиялық және климаттық ерекшеліктеріне сай жасыл энергетика жобаларын тиімді іске асыруға мүмкіндік бар. Мысалы, Алматы облысында баламалы қуат өндіруге арналған 28 жоба жүзеге асуы тиіс. Бүгінде соның тең жартысы іске қосылды. Аймақта ГЭСтермен қоса желден және күн көзінен қуат өндіретін шағын станциялар жұмыс істеп тұр. Соның үшеуі Қапшағай қаласының іргесіндегі Шеңгілді сілемінде орналасқан. Бұл жел энергиясын дамытуға өте қолайлы жер. Екі станцияның бірі 5 генераторлы мұнарадан тұрса, екіншісіне 7 жел мұнарасы орнатылған. Болашақта олардың саны 4-5 есеге дейін өседі деп жоспарланып отыр. Жел электростанциясы 7 нүктеде осындай құрылғының 30-ын қоюда жоспарда. Бұл жалпы құны 6-7 миллиард болатын үлкен жоба. Қапшағайда күн электр станциясы да жұмыс істеп тұр. Жалпы аумағы 6 гектар жерге монокристалды панельдер орнатылған. Соның 30% автоматты түрде басқарылса, қалғаны станционарлық батареялар. Алматы облысында алдағы 2 жылда осындай 4 электр станциясы іске қосылады. 250 мегаваттай, жаңа мен айттым ғой, өзеннен ағатын сударға кіші сондай ГЭСтерді салсақ, судан алуға бізде мүмкініміз бар. Содан кейін тағы Шелекский коридор дейді, қатты жел соғатын жерлер. Жоңғарский бар ота, ана жақта инвесторлар келіп, солармен жұмыс істейін деп жатырмыз. Алматы облысында баламалы қуат көзінің барлық түрін өндіруге болады. Жетісу жерінде 2025 жылға дейін қуаты 900 мегаватт жететін 35 жасыл жоба жүзеге асырылмақшы. Айта кетейік, Алматы облысы жылына 600 мегаватт электр қуатын тұтынады. Талдықорғаннан қуаты 500 мегаватт жылу электр станциясы салынатынын ескерсек, облыс алдағы 2 жылдың ішінде энергетикалық тәуелсіздікке қол жеткізеді. Бейне материалдан көргендеріңіздей, балалар, балама энергияны табиғи шикізаттан емес, қоршаған ортаны уламайтын, таза табиғи жолмен өндіретін энергия. Балама энергия көздеріне күн, жел, су энергиясы, биоотын және геотермалды энергетика жатады екен. Әлемде көптеген елдер энергетикалық дағдарыстан шығудың жолдарын іздестіруде. ақш, Канада, Англия, Қытай, Жапон елдері балама энергияны пайдаланады. Күн энергиясы дәстүрлі емес энергияның бір түрі. Оны пайдалану кездейсоқ емес. Күн энергиясы бітпейді, әрі экологияға қатер келтірмейді. Сондықтан бұл жаңашыл идеяның болашағы үлкен. Күн жердегі тіршіліктің болуына, өзендердің ағуына, желдің соғуына, өсімдіктің өсуіне тікелей әсер ететін бірден-бір энергия көзі. Мұнай, газ, көмір де күннің арқасында пайда болған. Адамзат күн энергиясының шамамен 10,000 бөлігін ғана пайдаланады екен. Күн энергиясының 1%-ын ғана пайдаланса, адамзат бірнеше ғасырға дейін энергетика мәселесін шешеді. Біздің елімізде балама энергияны пайдалану кең тараған жоқ. Мамандардың сараптамасы бойынша елімізде
балама энергияны пайдалану 1% екен. Оны тарату болашақтың ісі. Оқушылар, мен сіздерге айтқан ақпараттарды және де көрген бейне материалдарды түйіндей келе болашақ энергия жайлы көптеген мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма, еліктеу сөздердің астынсыз. Оқушылар, еліктеу сөздерге қатысты тапсырманы орындамас бұрын бейне роликке назар аударамыз. Еліктеуіш сөздің түрлері. Еліктеуіш сөз әртүрлі дыбысқа, қолысқа еліктеуден және олардың бейнесін елестетуден туындаған сөз. Мына табиғатты тамашалау керемет. Асан, допты тарсылдатпашы. Келіңдер, доп ойнайық. Тылсым табиғатты ұйқысынан селк еткізіп оятайық. Доп ойнағанша анау сарылдап аққан тау өзенін тамашалайық. Тынаш, табиғат бізге өз музыкасын сыйлап тұр. Тыңдаңдаршы. Рас айтасың, міне шыр-шыр еткен шегіртке үні, маса ызыңы, гүрілдеп аққан тау өзені. Сендер бүкіл еліктеу сөздерді айттыңдар ғой. Олай болса, әне арттарыңда қорбаң етіп аю көздері жарқ-жұрқ етіп қасқыр келіп қалды. Қойшы Асан, қорқып қалдым ғой. Несіне қорқасың? Бұл да еліктеу сөздің бейнелеуіш түрі ғой. Еліктеу сөздің мағынасына қарай екі түрі бар. Олар еліктеуіш, бейнелеуіш. Еліктеуіш сөздері: дыбыстық еліктеуіш, бейнелеуіш, еліктеуіш. Табиғатта заттардың қозғалуы, бір-бірімен қақтығысуы сияқты алуан түрлі қимыл, амал әрекеттердің нәтижесінде түрлі дыбыстарды естиміз. Сол дыбыстарға еліктеу арқылы пайда болған сөздер еліктеуіш дыбыстық сөздер деп аталады. Мысалы, бозжорға ауыздығын қарш-қарш шайнады. Қарш-қарш сөзі дыбысқа негізделген. Табиғаттағы заттардың қозғалысын күйін көру арқылы сипаттайтын, бейнелейтін сөздер бейнелеуіш сөздер деп аталады. Мысалы, алыстан жылт-жылт еткен от көрінді. Жылт-жылт бейнелеуіш сөз. Оттың алыстан көрінуін бейнелеп тұр. Ал оқушылар, еліктеу сөздерге қатысты мағлұматты алып болсаңыздар, тапсырманы орындаймыз. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.